сен құдайшыл мұсылман болсашы дейді да 12 ай бойы. Бірақ айда рамазаншыл болып, керемет тақуа болып жүріп қалған мұсылман болып, ертең 11 ай бойы шайқап жүретін мұсылман болмасашы сен дейді да. Бұл тәрбие мектебі ғой Рамазан. Сіз өзіңіз ойлаңыз. Ішуден тоқтап тұрсыз да, жеуден тоқтап тұрсыз. Адал болған әйеліңізден, әйелі адал болған ерінен тоқтап тұр да. Не деген ұзақ уақытқа тоқтап тұрсың да. Мысалға әрбір құлшылықта тоқтау бар. Осылардан үшеуінен де. Мысалға намазда тамақ ішпейміз, су ішпейміз, әйелге жақындамайсың. Бірақ аз уақыт қой намаз. Намаз тәкбірмен басталып, сәлеммен аяқталатын құлшылық тез бітеді ол. Тура сол сияқты умрада. Умрада ихрамға кіресің, тауафың жасайсың, Сафа Маруаның арасында өтесің, шашыңды аласың, барлығы іс-әрекет қой. Бірақ ол жерде де тамақ ішпейсің, ол жерде де су ішпейсің, ол жерде де әйеліңмен, ер адаммен әйелі қосылмайды. Бірақ ол да аз уақыт қой, көрдіңіздер, 1 сағат, 2 сағат. Бірақ мына оразаның ерекшелігі сода, бұл Рамазан оразасы ұзақ уақытқа тоқтайсың анау нәрселерден да. Бірақ сол арқылы Алла тағала бізді тәрбиелеп отыр ғой. Мысалға, Мухаррам асли, Мухаррам арид деген түсінік бар шариғатта. Мухаррам асли деген негізінен харам болған істер, заттар. Ол мысалға арақ, ол негізі асылы өзі арам нәрсе. Шошқаның еті асылы өзі арам нәрсе де. Бірақ мына су Мухаррам аридқа кіреді Рамазан айында. Негізі өз алдында мына су таза. Суды ішсең адал, бізге Құдай суды адал етіп қойған. Бірақ Рамазан айында мынау бізге харам болып тұр да, 15 сағатқа. Мынау тамақ негізі өз алдына адал мынау. Бірақ Рамазанның кезінде, таңның атысынан кештің батысынан, мынау бізге арам болып тұр да. Бұл Мухаррам арид. Негізі өзі арам нәрсе емес. Белгілі бір уақытқа ғана арам болып тұр. Рамазанның құрметіне да. Оразаның құрметіне. Енді Құдай тағала бізді солай тәрбиелегісі келіп тұр. Рамазан бойы адал болған судан тыйылып, адал болған тамақтан тыйылып, адал болған әйеліңнен тыйылып жүріп, ертең Рамазан біткен кезде арам болған араққа жоламауың үшін, арам болған шошқаның майы қосылған колбасаларды жеп кетпеуің үшін, арам болған зинаға жоламауың үшін сені мына 3 адал болған нәрсемен арам ретінде тоқтатып тұрды Алла тағала. Енді сен мынандай адал нәрселерден тыйылып жүріп, Рамазан біткеннен кейін анандай арам нәрселерге қалай бармақшысың деген ар жағында енді сұрақ қой бұл.